Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Алдар каналы достар. Бүгінгі видеода біз дейтін Black Rush ойын ойнауды жалғастыратын боламыз достар. Достар, бүгінгі видеода тақырыптан көргендей біз бүгін донат салып және бүгін біз Black Bass сатып алатын боламыз достар. Black Bass'тан қандай заттар түседі, соның бәрін бірге көретін боламыз достар. Ал сіздер ендеше каналға жазылып, видеоға лайк басып отырайық. Так достар, біз видеоны жалғастырамыз достар. Ал ендеше біз енді Black Bass'a кірейік. Мен достар Black Bass'тың барлығын ашып тастаған болатын достар. Міне енді Black Bass сатып алу ғана қалды. Және де бізде бұл неше маша түседі? 3 па 4 па маша түседі достар. Соларды алып бәрін көретін боламыз. Және де достар көптеген кейстер түседі және донат түседі. Короче достар бірге көретін боламыз. Ал кейстерді достар келесі бөлімде ашатын боламыз бәріміз. Так, получите басаңыз, менде қазір 842 Black Coin бар достар, және біз 790 Black Coinға мұнаны сатып алатын боламыз достар. Так, даны басамыз, және міне достар, бәрін сатып алдық бізге. Бәрі түсті достар, оның бәрі бізде. Так, добычада болады, добычаны ашамыз, және міне достар, қаншама ақша достар. Так, біз қолымыз қанша жаттап алайық, 1.900.000 бар, қазір соны көретін боламыз қанша болатын ақшаны бәрін алғанда. Так, чисто ақшаларды алатын боламыз. Так, забрать. Достар, сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай, менің қолымда қазір 2.290.000 достар. Так, сонымен бізге примерно 300.000 или 400.000 рубль түсті достар Black Bass'ты ашқанымыз үшін, және 190 Black Coin түсті достар. Біздің қазір 243 Black Coin қалды достар. Так достар, тағы не түссе қарай жіберетін боламыз. Көреміз, және добычада тағы ақшалар тұр ма? Тағы ақша бар екен, бұларды алып алайық достар. Короче, енді кейстерден бізге стандартный кейс біреу, кейс бомжа біреу, кейс бомжа екеу, стандарт кейс тағы біреу, кейс бомжа тағы. В общем достар, бізде кейс бомжа мен стандартный кейс бар достар. Короче, стандартный кейс екеу достар. Бұның бәрін келесі бөлімде ашатын боламыз достар. Так, тағы да не түсті достар көретін боламыз. Машинадан достар бізге 4 машина түскен достар. Бірінші Mercedes, екінші білмеймін Hammer ма бірдеңе, үшіншісі Mercedes Gerrit PPS, және төртіншісі Lincoln дейді достар. Осындай машиналар түсті. Осының бәрін көретін боламыз алдағы уақытта. Так, және кейстерді алып алатын боламыз достар. Және достар, бізге көптеген скиндер түскен достар. Мына Кастет дейді, Майо Лугунов дейді, Боря Бульдозер дейді, следователь Лавцов дейма. Сол, короче, бұл дейтін ивенттен беретін скин, короче, ивент болды, соның ішіндегі қыз, короче. Так, маған Боря Бульдозер дейді достар, осы скин ұнап тұр, қазір көретін боламыз. Барлық скинді алып алайық. Көріп тұрғандай міне осындай скин, біріншісі, екіншісі. Так, міне достар, майор. Міне достар, екінші скин мынау достар, короче. Так, үшінші скинді көрістейін достар сіздерге. Кастет дейді достар, короче, мындай скин бар міне достар бізде тағы да. Так, төртінші скин бізде бұл, бізде мындай следователь, короче. Міне достар, осындай скин достар, короче, көріп тұрғаныңыздай керемет заттар түсіпті достар. Так, енді мен так, мынау мен жүретін боламыз достар, міне нәңгәм. Так, және де достар бізге түскен нәрселер так өте көп, және ашатын боламын. Добычаны ашатын болсақ, мына достар өте көп нәрселер түскен. Еще бізге платинум, VIP платинумдар түскен достар, короче. PS түскен. Так, бұның бәрін уақыты бір ай дейді достар. Бір айдың ішінде қолданып тастау керек екен, короче. Так, машиналардан мына достар 4 машина, VIP платинум, короче достар. Аксессуарға келетін болсақ, бізге достар муляж АК-47 деген түскен екен достар. Және бита выключатель дейді, рюкзак копилка дейді достар. Осы 3 нәрсе түскен екен. Black Bass'тан 3 аксессуар түскен екен достар, короче. Так, скиндерден көріп тастадық, және ақшаны көріп тастадық достар. Енді достар біз дейтін машиналарымыз, түскен машиналарды шығарып айдап көретін боламыз достар. Бірінші машина достар бізде мұндай Mercedes. Мына достар артта спойлермен. Бірінші машина осындай достар, керемет. Бұның ценалары қанша екен? Так, мысалы сатып жіберетін болсақ, Селкар 1.700.000 сатып жібере аламыз екен достар.
өте керемет. Так, және тағы екінші машина көретін боламыз. Так, достар, екінші машина бізде осындай гелик PPS түсті, достар. Бұны қазір стоимосын көретін боламыз. 1,5 миллион сатып жібере алады екенбіз. Яғни 1,5 миллион рубльге сатып жібере алады екенбіз, достар. Так, және де енді біз Хаммерді көретін боламыз. Жоқ, достар, 1,3 миллион тұрады екен, достар. Так, соңғы машина көретін боламыз. Ол бізде Линктаун дейді, достар. Короче, бұл машина бізде осындай ретро машина, достар. Өте керемет. Қанша тұрады екен қазір бірге көретін боламыз. Селкар 1,2 миллион тұрады екен, достар. Бұлар қанша сатып жүруге болады, соны комментария жазып жіберіңіздер. Мен көп қатты ценасын шарт етпеймін, достар. Так, достар, біз келесі видеода осы жеті кейс ашатын боламыз, достар. Мына стандарттың кейстен осындай бір электромашина или мындай лампа түсіп кетсе өте керемет болатын еді, достар. Так, және кейс бамжа 5 бар, достар. Сол 5-інде ашатын боламыз, және ежедневный кейс біреу, достар. Так, достар, осыларды келесі видеода ашатын боламыз, достар. Келесі видео тез шықсын десеңіздер, осы видеоға лайк басып және комментарияға көп деген пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, достар. Сол кезде менде мотивация болады видео шығаруға, және видео тез шығатын болады, достар. Достар, осымен видеоны аяқтайтын боламыз, достар. Сіздерге видеоны аса лайк басып және комментария өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, достар. Келесі видеода не түсірейін, соны комментке қалдырып кетейік, достар. Сіздермен бірге болған Алдар каналы.